Жылқы жылаған күн. Деректі әңгіме. Авторы Ерғазы Түбеков. Сіздермен бірге Мұзбалақ KZ арнасы. Маусым айы. Ол кезде мен 6-шы сыныптан 7-ші сыныпқа өтіп, балалық дәуренмен қоштасып, бозбалалық шаққа қадам басып жатқан кезім. Әкем үйге базардан бір бота, бір құлын алып келді. Барлығымыз аң-таң. Бірде ботаның мөлдіреген көзіне қарасақ, бірде құлынның желбіреген тұлымына қарап, үйімізге бақ пен қыдыр кіріп келгендей жағдайды бастан кешіріп тұрмыз. Әкем кешке жұмыстан келе сала ботасы мен құлынына жағдай жасап, бидайдың талқанына құмшекер араластырып, суға илеп, өз алақанынан тамақтандыратын. Әкем кей кездері жұмыстан түрлі себептермен кешігетін күндер де болады. Сол кездегі бота мен құлынның жүздеріне көз жүгіртсең, аянышты халге түсесің. Бірі боздап, бірі кісінеп, сол кісінің жолына қарап, өмірде сол кісінің аялы алақанынан жеген тамақтан басқа тамақ жоқ сияқты сезінетіндей. Жылдар жылжып өтіп жатты. Ботамыз түйе, құлынымыз бие болды. Бірақ әкемізге деген өздерінің сол бота, сол құлын кезіндегі мінездерін жоғалтқан емес. Сол алақаннан әлде болса құмшекер қосылған талқан мен тамақтанғысы келіп тұратынын сезген әкей бірден түсіне қойып өзінің сол жұмысына кірісіп кететін еді. 1980 жылдың тамыз айы. Алматы қаласына жоғары оқу орнына барып, жолым болмай ауылға қайтып келдім. Үйге кірсем, жан әкем төсек тартып, ауырып қалыпты. Айналамды қараңғы түнек басқандай, ауыр жағдайды сезіндім. Үйдің кенжесі болғандықтан ба, мені әкем ерекше жақсы көретін еді. Менің келгенімді көрген әкемнің жүзінде қуаныштың нұры ойнап шыға келді. Орнынан әрең қозғалып, бауырына басып, маңдайынан иіскеп, көзінде мөлтілдеген жас пайда болды. Анамды шақырып алып, осы төсектен енді тұрмайтынын, о дүниеге аттанатын білгендей тебірене сөйлеп, менің болашағыма түйесі мен биесін сатып, жағдай жасауды аманат етіп тапсырды. Анамның көзіндегі мөлтілдеген жасты көргенде, мен де шыдай алмай еріксіз егіле бастадым. Сол жатқаннан әкем төсек тартып, ұзақ жатты. Көздің тірісінде түйені ботасымен бір кісіге сатқызып, теңгесін түйіншекке оратып, келер жылға менің жолыма аманат қылып сандыққа салдырып қойды. 1980 жылдың желтоқсан айында ауыр науқастан ардақты Жәнекем келмеске аттанды. Әкемізді арулап, жаназасын шығарып, зиратқа апаруға дайындап жатқан уақыт болатын. Кенеттен үй жақтан жылқының шыңғырған дауысы естілді. Жаназаға жиналған халық барлығы шыңғырған дауысқа жалт қарап, бастарын шайқап, бір-бірімен дабырласып, марқұм әкем мен жануардың арасындағы бауырмалдық байланысына тәнті болды. Әкем өсірген биенің шылбырын үзіп, ауланың ішінде жансыз жатқан әкемнің мүрдесіне тесіле қарап, жылап тұрғанын көріп, таң қалысты. Сол жылы бие қысыр қалып, қысқа соғымға сою үшін бордақыда тұрған. Иесінің о дүниеге аттанатынын сезген жануар, екі көзінен жас сорғалап, ештеңе жемей жатып қалды. Ағайындар ақылдаса келіп, әкемнің жетісіне құрбандыққа шалып, қасиетті жануармен де қош айтыстық. Келер 1981 жыл мен үшін сәтті жыл болды. Алматы қаласына барып, жоғары оқу орнына мемлекеттік емтихандарды ойдағыдай тапсырып, студент атандым. Қуанышымда шек жоқ. Ауылға жетуге асықтым. Мені аялап өсірген анамды сағындым. Ауылға келсем, барлық туысқандарым менің жолыма қарап, алаңдаулы екен. Әсіресе анамның қуанышында шек жоқ. Жиған тергенін ағайындарға шашып жатыр.
Кеш батты, қараңғы түн. Аспанда жұлдыздар жарқырап, аймен таласып, нұр сәулесін маржандай шашып тұр. Ауылдың таза саф ауасын емірене жұтып, өткен өмірді еске алып, болашаққа көз тастап, ұйқыға кеттім. Таңертең апам маңдайымнан сипап, үнсіз оятты. Сары самаурынға шай қойып, сары май мен бауырсағын тандырға жапқан ыстық нанын дастарханға қойып, мені таңертеңгілік асқа шақырды. Екеуміз сүт қосқан шай ішіп біраз сырақтардық. Бірақ анам бір нәрсені бүгіп қалғандай болды. Көзіне ыстық жас алып, үнсіз қалыпқа көшті. Шай ішіп тамақтанып болған соң анам, жүр сыртқа шығайық, неге көзінен жас шыққанының куәсі боласың дегендей қимыл білдіріп, есіктің алдына шыға бергенім сол еді. Шарбақтың арғы жағынан баяғы сатып жіберген, әкемнің бота кезінен баққан түйесі, екі өркеші құлаған, қап-қара болып түтігіп кеткен, мөлдіреген екі көзінде жас, есін жоқтап тұр. Осы жағдайды көріп, мен де көзіме еріксіз жас алып, анамның ішіндегі бүгіп қалған сырын, көзіндегі ыстық жасын алдымда тұрған жануардың бойынан оқығандай болдым. Осы күндері адамдар арасындағы кейбір қолайсыз жағдайларды көргенде мейірімсіздік қасиеттердің көбірек орын алып жатқанына қатты қынжылып, терең ойға түсіп кетемін. Неге бұлай? Жануар екеш жануар да есін іздеп, құлындағы даусын құраққа шығарып кісінесе, ботадай боздап, есінің алақанынан жеген тәтті тамағын аңсап, сол есі қайтып келетіндей үмітін үзбей, сарылып есік алдында тағатсызданып, адам баласына жақсылық тілеп тұрғандай. Ойлан, адамзат, қайда кетіп барасың? Ойлан. Осымен әңгіме аяқталды. Байқап отырған боларсыздар, автор керемет ой саларлық әңгіме жазған. Шынында да неге қазір адамзаттың бойында қатыгездік жайлап барады? Мұның сыры неде деп ойлайсыз, қадірлі тыңдарман? Өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер, тіпті жақсы болар еді. Қадірлі тыңдарман, біз сіздердің арқаларыңызда аздап болса да жайлап алға жылжып келеміз. Ол үшін сіздерге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Әңгімені оқыған Базаркүл Қалбар. Келесі кездескенше.